Бостандыққа шыққан Жанболат Мамай күтпеген мәлімдеме жасады. Қоғам белсендісі, тіркелмеген демократиялық партия жетекшісі Жанболат Мамай үй қамаққа шығарылды. Сот оның бұлтыратпау туралы шарасын өзгертіп, тергеу изоляторынан үй қамаққа жіберген. Кешке оны изолятор алдынан жақындары, жақтастары қарсы алды. Оппозициялық саясаткердің үстінен қозғалған қылмыстық іс бойынша алғашқы сот 7 қарашада номер 2 Бостандық аудандық сотында өтетіні де белгілі болды. Сіздерге көп рахмет, бұл мен үшін күтпеген жаңалық болды. СИЗОдан шығып үйге баруға еш дайындалмаған едім. 8,5 айымды камерада өткіздім. Аяқ астынан бостандыққа шығасын деп қағаз алып келді. Сіздерге алғысым шексіз, бұл тек қоғамның жеңісі деп ойлаймын. Бұл толық бостандық емес, үй қамаққа ауыстырылдым. Егер қоғам наразылық білдіріп, халықаралық ұйымдар қолдау білдірмесе, бүгінгі жағдай орын алмас еді. Маған тағылған айыпты мен мойындаған емеспін және мойындамайым да. 8,5 айдан бері мен саяси себеппен түрмеге қамалдым. Денсаулығым өте жақсы. Оған қатысты ешқандай арыз шағым жоқ. Бүгінге дейін әлемге деген менің терезем, жұбайым мен қорғаушыларым болды. Сотта шындықты дәлелдеп күресуге мен дайынмын, дейді Жанболат Мамай. Жанболат Мамайға заңсыз митинг ұйымдастырды, полицияға тіл тигізді, жалған ақпарат таратты деген айыптар тағылған. Жуырда Жанболат Мамайға тағылған жаппай тәртіпсіздік ұйымдастырды деген айып бейбіт жиын өткізу тәртібін бұзу бабымен ауыстырылған. Белсендінің жұбайы журналист Инга Иманбай билік мұндай қадамға халықаралық қысымнан кейін барды деп санайды.